саламатсыздар, құрметті студенттер, қымбатты ата-аналар. Бүгін біз сіздерменен тікелей эфирге шығып отырған мен Темірбекова Жанар Амангелдіқызы, Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік институтының ректоры. Енді қазір сіздер мені егер жақсы естіп жатыр болсаңыздар, онда егер дауысыңыз шығып жатса, бір плюс немесе қол көтеріп қойсаңыздар, онда мен білемін. Біздің тікелей эфирге жаңадан шықты, қазір 120 адам қосылды, 130-ға шығып жатыр. Оқу жылы тағы басқа қашан басталады деген сұрақтарды біз білеміз, соның бәріне жауап беремін. Рахмет, менің даусым естіліп жатыр екен. Сондықтан мен ары қарай осы бірнеше күннен бері жалпы біз университеттің оқу жылының дәстүрлі форматқа көшуіне байланысты анонс жасағалы бері байқап отырмын. Әлеуметтік желілерде, әсіресе осы Instagram және Facebook желісінде біздің студенттеріміз, олардың ата-аналары көптеген сұрақ қойып жатыр. Сондықтан егер алдыменен ойлап отырмыз, сол көп және жиі қойылып жатқан сұрақтарға жауап беріп кетейін. Және егер осылардың ішінде өздеріңізді мазалап жатқан басқа да сұрақтар болса, оны тікелей эфир бойынша, тікелей эфир кезінде тағы да сұрай беруіңізге болады. Менің дауысым анық емес деп жатыр. Дауыс анық естіліп жатыр ма? Тағы да бір сұрап кетейін. Facebook қалай, Instagram қалай? Жазып жіберсеңіздер, егер плюс деп қойсаңыздар, мен дауыстың дұрыс естіліп жатқанын сол кезде түсінемін. Енді күшті естілді дейді. Ну все, хорошо, күшті естілсе, онда жалғастырайық. Құрметті студенттер, ең бірінші әрине барлығыңызды мазалаған сұрақ, мен ойлаймын, оған сіздер жауап алып қойған шығарсыздар, бірақ сонда да мен де тағы да қайталап өтейін. Биыл оқу жылы қашан басталады? Біздер өзіміздің университеттің сайтында және әлеуметтік желілерде бұл мәселені кешеден бері жарияладық, айттық. Біз биылғы оқу жылымызды бірінші қыркүйекте бастаймыз, бірақ әртүрлі курстарға және әртүрлі мамандықтарға ол өзінің тәртібі бар. Соның ішінде бізде бірінші қыркүйекте ол докторанттар мен магистранттардың тағылымнамасы, яғни практикасы басталады. Біздің бакалавриатта және магистратура мен докторантураның екінші, үшінші және төртінші курс студенттері сіздер университетке 6 қыркүйектен бастап оқуға келесіздер. Сол күні сіздерге сабақ басталады. Ал биылғы жылы мектеп түлектері, біздің университеттің студенттері атанып, бірінші курсқа келіп жатқан біздің студенттеріміз, оларға үшін сабақ 13 қыркүйек күні басталады. Міне осы даталарды естеріңізде болсын. Сонымен қатар, сіздер білесіздер, біздің университет жылда дәстүрлі форматта, дәстүрлі түрде түркиялық квота бөлінеді, түркиялық гранттар. Міне осы квотаға түскен студенттеріміздің дайындық жылы, яғни дайындық курсы, тіл үйрену курсы, ол 4 қазан күні басталатын болады, және оған байланысты қосымша тағы анықтама береміз. Енді оқу қандай форматта өтеді деген сұрақ. Бұл сұрақта енді мен үлкен қуанышпенен біздер осын сағына күткен дәстүрлі форматқа өтетінімізді үлкен қуанышпен айта кетейін. Биылғы жылы біздер барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып, біздер дәстүрлі форматта оқуды бастайтын боламыз. Бірақ осы оқу кезінде кейбір мысалға сабақ әсіресе көп студенттердің қатысатын лекцияларында және осы бір-бірімізге ауырды жұқтырмай, егер қаупі бар деп ойлайтын сабақтарда біздер оларды кейбір сабақтардың лекцияларын онлайн форматқа өткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни, былайша айтқанда, бізде аралас формат болады. Бұның бәрін жасаудың біздің бір мақсатымыз бар. Сіздердің денсаулықтарыңызды, біздің өзіміздің мұғалімдеріміздің денсаулықтарына ешқандай қауіп-қатер төндірмей, соларды осы министрліктен келген нұсқаулық және ұсыныс бойынша осылай ұйымдастыруды жөн көрді. Енді
Лекция онлайн, семинар офлайн өтеді деген ақпарат рас па деп сұрапсыздар. Иә, бұл ақпарат рас. Негізінен осы форматта өткізуді жоспарлап отырмыз. Оның себебін атап өттік. Себебі лекцияларды сіздерде былтырдан бері біздің мұғалімдер де үйреніп қалды. Лекцияны осы онлайн форматта өткізудің өзінің артықшылықтары бар. Ол жерде сіздер енді әртүрлі инструменттерді қолдана отырып, әртүрлі әлеуметтік желілердегі және сол форматпен біз лекцияны жүргізетін боламыз. Ал семинарларда, практикалық дағдыларда, зертхана сабақтарын бұларда әрине сіздерменен офлайн түрде ұйымдастыруды қазір соны кестеге қоюды басталды. Вакцина салдырған студенттер ғана университетке келіп оқима деген сұрақ қойыпты. Енді бұл сұрақтарыңыз орынды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде вакцина алудың ең маңызды себебі ол біздің денсаулығымызды осы COVID-19-дан, әсіресе соңғы уақытта шыққан дельта штаммынан сақтау үшін біздің мемлекетіміздің бізге жасап отқан өте жақсы бір іс-шарасы және вакцинамен толық барлық Қазақстан азаматтары вакцина ала алады. Сондықтан біз бұл мүмкіндікті пайдаланып, міндетті түрде вакцина алуымыз қажет. Бұл вакцинаға байланысты әрине әртүрлі жалған ақпараттар шығып жатыр, әртүрлі манипуляция, әртүрлі қастандық теориялары дейміз біз бұған. Сіздер олардың сөздеріне ермеу керексіздер, себебі сіздер жоғарғы оқу орнында оқитын білікті маман, келешекте өз ісінің үздік маманы атану біздің көзіміз ашық, көкірегіміз ояу болу керек. Сондықтан вакцинаны бәріміз алып үлгеруіміз қажет деп санаймыз. Және осыған байланысты бұл вакциналанған студенттердің тәртібі қалай болады десеңіздер, ол жерде сіздер білесіздер ашық қосымшасы бар. Мұны осы ашық қосымшасы біздің бүкіл корпустар мен жатақханаларда жабдықталған. Сіздерде тек қана көк немесе жасыл статусы бар студенттер ғана сабаққа кіре алады. Және дәл осындай біздің қызметкерлер қазіргі таңда сіздердің ұстаздарыңыздың 94% міне осы вакцинаны алып үлгерді. Және университет бойынша жалпы қызметкерлердің 92% осындай вакцинадан алды. Сондықтан біздің университет дәстүрлі форматта студенттерді қабылдауға дайын деп есептейміз. Мына 18 жасқа толмаған студенттер вакцина салдырмайды, сонда офлайн оқи алмаймыз ба деп сұрапты. Жоқ, сіздердің 18 жасқа толмаған студенттер, бұл әсіресе біздің бірінші курстың контингенті, әрине сіздерге вакцина 18 жасқа толмағанына байланысты вакцина салудың қажеті жоқ. Оны осы біздің бас дәрігеріміздің бекіткен нормасына сәйкес денсаулық министрлігінің біз оны сақтай отырамыз. Сіздерге офлайн сабақтар әрине жүреді, ешқандай ерекшелік жоқ, бірақ сол 18-ге толған күннен бастап сіздер ары қарай өздеріңіздің жағдайыңызды ойлап вакцина алатын болсаңыздар, ол біздің Яссауи университетінің клиникасында да жалпы өздеріңіздің тіркелген поликлиникаңызда алуға болады. Ал негізінен бірақ сіздер білесіздер, қазір Қазақстан Республикасында көптеген басқа вакцинаның басқа түрлері, соның ішінде кішкентай балалар менен жасөспірімдерге салынатын Синовак, тағы басқа вакциналар келе бастады. Сондықтан біз қазір осы мүмкіндікті пайдаланып, бұл вакциналарды да біздің клиникаға беріп, сол жерде сіздерге алуларыңызға жағдай жасауды жоспарлап отырмыз. Сондықтан бұл жағынан сіздерге проблема болмайды. Шетелдік студенттер қашан және қалай барады деген сұрақ бар. Бұл біздің университетімізде өздеріңіз білесіздер 16%-на жақын, осы 1700-дей шетелден келген студенттеріміз бар. Олардың да қазір бізге келу тәртібі нақты белгіленген. Бұл үшін біз кеше бұйрық шығардық. Осы бұйрыққа сәйкес визаны қажет ететін студенттеріміз, олар қазір өздеріне шақырту жіберіледі. Осы шақырту негізінде бұрын өздеріңіз бұл визаны қалай алсаңыз, дәл сондай тәртіппен елшіліктерге барып, сол өзіңізге қажетті визаны ала алатын боласыздар. Ал енді әрине сіздер виза жұмыстары тағы басқа бұл кем дегенде бір айды алады деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан сіздерге осы бір ай бойынша сіздер келіп визаларыңызды алып, ұшақ билетін алып,
сіздерге келгенше дейінгі сабақтарды сіздерде онлайн түрде қатысуға мүмкіндік жасалынады. Ол жайында арнайы бұйрықта мәлімет бар. Шетелдік студенттерге арнайы шақырту жіберіледі ме? Иә, осы процедураға сәйкес виза алу процедурасына қажетті барлық құжаттар біздің университет тарапымыздан сіздерге уақытылы қамтамасыз етіледі. Қазіргі кезде біз бұл жұмыстарды жүргізе бастадық. Бұл жерде сіздер білесіз, бізде Ауғанстандан да оқитын студенттеріміз бар. Соның оларда маған хабарласып жатыр. Қазір мен ол елде жағдай қиын, сіздер білесіздер. Сондықтан біздер осы Ауғанстандағы студенттерімізге виза алу жолын оңайлату үшін, тездету үшін біз қажетті өзіміздің ұйымдарға, министрлікке бұл мәселені көтердік, айттық. Олар да осы бойынша біздерді қолдайтын, көмектесетін айтты. Сондықтан біз Ауғанстан келген студенттермен бөлек арнайы чат жасап, сол жерге барлық мәліметті беретін боламыз. Жатақхана құжаттары қалай тапсырамыз? Жатақхана өте маңызды сұрақ. Сіздер білесіз, біздің университеттің 7 жатақхана корпусы бар. Соның ішіне биыл біздер ағымдағы ремонттардың бәрі жүргізіліп бітті. Қазіргі жағдайда жатақханада студенттерді қабылдауға дайын. Жалпы жатақханаға байланысты биылғы тәртіп, жатақханаға орналасу тәртібі өзгеріп отыр. Оның себебін де айтып кеткім келіп отыр. Себебі бізде жатақханада 4000-ға жақын орын бар. Және осы орындарға студенттердің әділетті түрде және жақсы оқитын студенттерден, соның ішінде мынау сырттан келген студенттер және біздің бірінші курс студенттері деп оның өзінің білесіздер бір приоритеттері бар әр университетте. Сондықтан біз осы тәртіпке сәйкес сіздер жатақхана қалайтын студенттер барлықтарыңыз мынау ашық және жариялы түрде жүргізу үшін осы жатақханаға орналастырды. Біз бұны биыл бізде Ақкүн деген автоматтандырылған жүйе іске қосылды. Сол бойынша сіздердің әр группадағы эдвайзерлеріңізбенен хабарласып, осы жатақханаға жаңадан орналасу тәртібін нақтылап сұрауыңызға болады. Және бұнымен байланысты біз жатақхананың барлық сұрақтарына байланысты арнайы тікелей эфир өткіземіз. Оны сіздерге тағы да қосымша хабарлаймыз. Және жатақханаға байланысты барлық мәліметті тағы да қосымша біздің әлеуметтік желілер мен сайтқа беретін боламыз. Бұл жердегі бізге өкінішке орай биылғы жылы бірнеше студентіміз осындай алаяқтарға тап болып, арасында ақша беріп, сондай жағдайлар бар екен. Бұл осы жағдайларды болдыртпау үшін және қазір осы жерден де мен айтып өткім келеді. Сіздер жатақханаға орналастырып беремін, ақша бер, тағы басқа осындай әңгіме айтатын егер қызметкерлер болса, міндетті түрде біздерге хабарласып, осы бойынша сіздер білесіздер, менің әлеуметтік желілерде бармын, Фейсбукта да, Инстаграм парақшасында, сол жерге маған жазып, хабарлап айтсаңыздар болады. Себебі біз осыны болдыртпау үшін біздер қазір осы жатақханаға байланысты көптеген шешімдер қабылдадық. Бұл шешімдердің ішінде, мысалы, жатақхананың бағасы қанша болады, жатақханада қанша студент тұрады деген сұрақтар бар. Және кеше мен қарап отырмын, кейбір желілерге осы МКТУ-дағы жатақханалардың бағалары көбейіп кетіпті, тағы басқа деген мысалы ақпараттар жүр. Негізінен рас, біз жатақхананың бағасын көтердік. Оның себебін сіздерге түсіндіріп кетейін. Қазірге дейін сіздер жатақхананың бағасына жылына 25 000 теңге төлеп келдіңіздер. Бірақ ол жылына 25 000 теңге деген өздеріңіз айына 2500 теңге. Бұл ақша сіздердің жатақханадағы коммуналдық шығындарды төлеуге де жетпейді. Негізінен оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Әрқайсыңыз үйде тұрасыздар, үйлеріңіздің ата-аналарыңыздан жалпы айда бір семьяда коммуналдық шығындар қандай деп сұрасаңыздар, олар сіздерге түсіндіріп береді. Және өздеріңіз білесіздер, жатақханаларда бізде мынау тұрып атқан жердегі мынау мебельдердің жалпы сол жердегі жағдайлары мені қатты қынжылтады. Сондықтан біз оларға сол жаңа және жатақханаларға күрделі жөндеу жүргізуіміз қажет. Сондықтан міне біздер қазір осындай егер жақсы жатақхана жасап және біздер бұл
жатақханаға төлейтін ақша тікелей тек қана кассаға келіп құйылуын қамтамасыз ету үшін жатақхананың бағасын көтердік. Бұл жердегі мақсатымыз сіздерге жақсы жағдай жасау. Сондықтан бұдан кейін бұл жатақханалардағы оның 4 адамдық орындары бар, 2 кісілік бар және тағы басқа. Оны біздер жаңа приоритет бойынша тағы да белгілейтін боламыз. Сіздер жатақхананың құны қазір 60 мың теңгеден басталады жылына, және сонша 70 мың, 80 мың және 90 мың теңгеге дейін бірнеше категориясы бар. Оның жаңа себебі жатақхананың жағдайы менен бір бөлмеде тұратын бала санына байланысты. Сондықтан сіздер соны жатақхана таңдайтын кезде сол жерде өздеріңіздің өтініштеріңізді де білдіріп кетуіңізге болады. Бірақ негізінен біздер ойлаймыз, жақсы сабақ оқып, университеттің өміріне белсенді қатысқан балаларға, оларға бірінші кезекте жатақхана беру керек, және әсіресе шетелдерден келгендерге, және біздер осы бірінші курсқа бірінші рет келіп жатқан балаларға міне біздердің ойымыз осылай. Сонымен қатар сіздерге тағы бір қуанышты жағдай айтуыма рұқсат етіңіздер. Келесі жылы бұл жатақхананың жағдайы Құдай қаласа бұндай күрделі болмайды деп ойлаймыз. Себебі біздер қазір осы 1500 орындық жаңа жатақхана салудың қайтадан қолға алдық. Ол жерде енді кейбір проблемалар болды. Бұрынғы инвестор, сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме, оның да мәліметін айтып өте кетейін. Негізінен бұл 1500 орындық жатақхана былтыр басталып, биыл тамыз айының 1-іне дейін салынып үлгеру керек еді. Бірақ өкінішке орай инвестор өзінің сөзінде тұрмады. Ол мойнына алған жауапкершілігін бітірмегендіктен біздер міне жатақхана мәселесі биылда күрделі болып тұр. Келесі жылы оны Құдай қаласа жөндейміз деп отырмыз. Мысалы, жатақхана бағасы қымбатты деп естіп жатырмыз. Жатақхана жағдайы сәйкес келеді ме деп сұрапсыздар. Енді бұл жерде мен сіздерден жасырмайын, маған әртүрлі информация келіп жатыр. Оның ішінде сіздер жатақханада тұратын өздеріңіз де білесіздер. Сіздер ресми түрде қанша ақша төлейтініңізді және арасында осы жатақханаға орналастырып берем деген адамдар да болған көрінеді. Соған байланысты қанша ақша төленген есептейтін болсаңыздар, қазіргі қымбаттаған баға негізі дұрыс деп ойлаймыз. Және бұл баға тек қана осы кассаға келіп түскендіктен біз бұл бүкіл жиналған қаражатты тек қана сол жатақхананың жағдайын жөндеу үшін жұмсайтын боламыз. Және ол ақшаның өзі де жеткілікті емес. Сондықтан оған қосымша университет қаражатынан да біздердің жоспарымыз, қазіргі оны стратегиялық жоспарға да енгізіп отырмыз. Әр жатақханаға өзінің қажеттілігіне қарай күрделі ремонт жасап, сол жерге жаңадан бүкіл құрал жабдықтарды жаңадан әперу. Негізіне біз ойлағанбыз, биыл да осы мебельді алсақ екен деп, бірақ сіздер білесіз, бір мебельді ішке кіргізіп, қайтып сыртқа шығарып жатқан кезде ол да тозады. Сондықтан ойладық, биылғы жылы біздер қазір әзірше осы қолымыздағы соның ішінде ең нашарлар әрине ауыстырылды, оған ағымдағы ремонт жүргізілді. Енді қазіргі кезде жатақхананың жағдайы енді керемет деп айтпасақ та жақсы деп ойлаймын, бірақ бұдан да жақсы болады. Бұл біздің міндетіміз. Себебі жатақханада сіздердің жағдайыңыз жақсы болмаса, әрине сабаққа да адамның құлқы болмайды. Сондықтан біздер бұл мәселені тағы да қарастырамыз. Түркия квотасын жеңіп алғандар қалай және қайда оқиды? Бұл сұраққа негізінен біздер әлеуметтік желілерде жауап берген болатынбыз. Түркия квотасында жеңіп алған балалар, олар бір жыл дайындық курсын оқиды. Бұл дайындық курсы Кентау қаласында, сол жерде арнайы өздеріне жатақханадан орын беріледі. Және бұл жерде түрік тілімен қатар ағылшын тілін үйренеді. Бұл өте маңызды деп ойлаймыз. Себебі сіздер білесіздер, келешекте сіздер жұмысқа тұру үшін бұл шет тілдерін жетік меңгеру сіздерге тек қана көмектеседі. Және сонымен қатар қазіргі жағдайда біздің барлық факультеттердегі мамандықтарға мынандай тапсырма берілді. Біздің студенттеріміз қос дипломды бағдарламалар және соның ішінде академиялық ұтқырлық мамандықтары бойынша серіктес университеттерге бару жағдай жасалынса
алсын деген. Міне, осының шеңберінде сіздер Түркиядағы алдыңғы қатарлы университеттерге, Европадағы алдыңғы қатарлы университеттерге барғыларыңыз келсе, бұл сіздер үшін керемет бір мүмкіндік. Сондықтан осы бір жыл ішінде сіздерге жақсы түрікше және ағылшын тілін үйрететін мамандарды біз қосымша тарттық. Сондықтан осы ұстаздарыңыздың көмегімен сіздер өздеріңіздің тілдеріңізді дамытатын боласыздар. Бірінші курстан кейін түрк квотасына түсіп кеткендер басқа мамандыққа ауысса, квота жойылып кетпей ме? Сіздер білесіздер, биылғы жылы сайтқа да жарияладық түрк квотасының нәтижелерін. Ол жердегі нәтижелерде, мысалы, әр мамандық бойынша белгілі бір квота берілген және белгілі балдың аумағында. Мысалға, халықаралық қатынастарда осы түрк квотаға іліну үшін жаңағыдай 110 балл болса, ол шетел филологиясында 74 балды құрайды. Сондықтан әрине сіздер 74 балмен егер филологияға түсіп, келесі жылы халықаралық қатынасқа ауысам десеңіздер, онда ол дұрыс болмайды. Онда ол биыл сол оқуға түспей қалған 114 балл жинаған, 113 балл жинаған балаларға біз онда қастандық жасадық деген сөз. Сондықтан әрине бұл жерде сіздер биыл өздеріңіздің өтініш білдірген мамандықтарыңызда ғана оқи аласыздар. Және квота тек қана осы мамандық бойынша жалғастыратын болсаңыздар ғана сақталады. Бұны есте ұстаған жөн. Барлық мамандықта Түркияға барып тәжірибе алмасуға мүмкіндік бар ма? Әрине. Сіздер білесіздер, біздің университеттің атауы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті. Яғни біздер Түркиядағы алдыңғы қатарлы барлық университеттермен серіктестік орнаталамыз және қазіргі біздің мамандықтарымыздан сұрап атқанымызда осы. Біздің әрбір студент өзін жақсы оқимын, жақсы тіл үйренген студент осындай мүмкіндікке ие болуы қажет. Сондықтан біз осы орайда әсіресе сіздер 2-3 курста сіздерге енді Түркияға барып оқыған кезде қиналмауыңыз үшін міне 2 курстан бастап түркше сабақ қоюды жоспарлап отырмыз. Сонда сіздердің тілдік дағдыларыңыз дамиды. Енді мынау жиі қойылған сұрақтардан 14-ші академиялық ұтқырлық ақпарат беріңіздер депті. Кешірім сұраймын. Енді академиялық ұтқырлық туралы ақпарат беру үшін әрине бұған арнайы тікелей эфир қажет. Жалпы бұл жерде тек қана бір нәрсе айтып өткім кетеді. Біздер академиялық ұтқырлық бойынша бұның дәрежесін өсіру үшін ұзын және қысқа мерзімді барлық жағдайды жасаймыз. Бұл бойынша біздер онда егер сондай сұрақ көп болып жатса, арнайы тікелей эфир тағы да жасаймыз. Мен соңғы 2-3 күнде жиілеп келген сұрақтарға жауап бердім. Енді сонымен бірге тағы да бізге сұрақтар түсіп жатыр. Жатақхана бағасын бөліп төлеуге бола ма деген сұрақ келіпті. Әрине, біздер сіздердің жағдайларыңызды ойлап, жатақхана бағасын бөліп төлеу үшін мүмкіндік береміз. Бірақ әрине ай сайын емес, ол себебі біздің есеп және біздің жоспар жасауымызға қиын болады. Сондықтан біз бұл жылдық бағаны 2-ге бөліп төлеуге рұқсат береміз. Жаңағыдай 1-ші семестр және 2-ші семестр үшін. Ақылы түскен талапкерлер грант немесе квотаға ауысу мүмкіндігі бар ма? Бұл өте жақсы сұрақ. Әрине, сіздер білесіздер, бұл бірнеше жылдан бергі тәжірибе. Жалпы малдар 1-ші семестрден кейін өзін оқуын жақсы оқи алмаған, болмаса кейбір себептерден мемлекеттік гранттан шығып кету, сонымен қатар квотадан орын босауы мүмкін. Міне осындай кезде ол грантта квотада біздің университетке бөлінген үшін біздер ішкі конкурс жариялап, сол ішкі конкурста негізінен ол GPA-ға негізделеді, яғни сабақ үлгерімі жоғарғы болған балдар міне осы мемлекеттік грант пен квотаға
ауыса алады. Бұған барлық жағдай жасалынған, және бұл процесс ашық түрде жүреді. Бұл процесте тағы да енді әртүрлі алаяқтар деп айтсам да орынды, солардың құрбаны болып кетпеу үшін сіздер өздеріңіздің құқықтарыңызды жақсы білуіңіз керек, және сабақты жақсы оқуларыңыз керек. Сонда сіздер әрі грантқа, әрі осындай түрік квотасына ауысуларыңызға мүмкіндік бар. Қазір мына жерде сұрақтардың қарап жатырмын. Жатақханаға 4-ші курс студенттеріне жатақхана беріледі ме деп. Әрине, біздер барлық студенттерімізге жатақхана бергіміз келеді. Бірақ өкінішке орай қазіргі жағдайда оған ондай мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан сіздер білесіздер, бізде 4000 орын бар. 4000-ға жақын 3700 орын бар. Міне сол орындардың барлығы бірінші кезекте ол бірінші курсқа түскен балалар, екінші кезекте біздің шетелден келіп оқыған балаларға жағдай жасаймыз. Үшінші кезекте артылып жатқан жағдайда ол екінші және үшінші курс студенттерінің, соның ішінде жақсы оқитын балаларға біздер жатақханадан орын беретін боламыз. Енді мынау көп сұрақтар жатақханаға байланысты қойылып жатыр екен. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы осы жатақханаға байланысты біздер алдағы күндері сіздерге жариялаймыз. Осыған байланысты арнайы бір тікелей эфир болған дұрыс деп ойлаймын. Енді оқу процесіне байланысты да тағы да сұрақтарыңыз болса, сіздер біздің Instagram және Facebook парақшаларына сұрауыңызға болады. Оған біздің әріптестеріміз жауап береді. Бұдан ендігі осы жатақханаға байланысты сіздерге сұрақты тікелей эфирге әлеуметтік және мәдени даму вице-ректоры Тұрғанбаев Асқар Абдуалиұлы жасайтын болса, ал оқу процесіне байланысты, егер оқуға байланысты сұрақтарыңыз болса, оған академиялық істер жөніндегі вице-ректор Идрисова Эльмира Қайсарбайқызы сіздерге жауап береді. Сондықтан әлеуметтік желілерден хабар алып тұрыңыздар, біздің ресми сайттан хабар алып тұрыңыздар. Біздер әр уақытта сіздерменен біргеміз және сіздерді асыға күтудеміз. Сабақтарды жақсы өту үшін барлық дайындық қазір қызу жүріп жатыр. Сондықтан енді осы 1-2 аптаның ішінде Құда қаласа кездесеміз. Кездескенше аман сау қалыңыздар.